осы сахнаға шыққан саңлақтардың бәрінің аруағы бұл жерде жиналып, олар да қатысып жатқан сезінемін. Талай заман бұл жерде Сталин репрессияларында көрген, талай заманды көрген ғимарат, киелі орын. Сол айтайын деген, мен фрилансермін. Демек, өзім қимылдаймын. Өзім ғылыми кітап жазамын, көркем кітап жазамын, өзіме өзім маркетолог, заңгер, бухгалтер, сондай адаммын. Соның үшін мен кішкене басқаша сөйлеуім келеді. 3-4 айдан бері мен Биляна деген әйелмен жиі хат жазып тұрады. Ол Биляна Сербияда тұрады. Білмеймін, жасын да білмеймін, еш нәрсені білмеймін. Иво Андрич деген марқұм болып кеткен серб жазушының қорындағы заңгер адам. Онымен не үшін мен хат жазып жүрмін? Менің марқұм болып кеткен жарым, жазушы, күйші Таласбек Әсемқұловтың 16 жылдан бері 10 томдығын ақырын шығарып жатырмыз ғой. Сол енді кезек Таласбек кезінде Иво Андричтің Тринадағы көпір деген романын аударған. Керемет роман, Нобель сыйлығын кезінде алған, Османлылардың кезеңі туралы. Сол Османлылардың кезінде Мехмед Паша Соколович деген уәзір болды. Ол серб, бірақ Стамбулда уәзір болған адам. Сол Стамбулдың Османлылардың қаражатымен, күшімен өзінің туған қалашығында керемет көпір салды. Ол көпір әлі де тұр. Көрдіңіз ба? 5 ғасырда өтсе де, ол пәлінбай сол жерде өтсе де, әлі де тұр көпір. Және де Иво Андричтің романының әсері сондай, көп адамдар сол жерге айдың сол көпірді көру үшін келеді. Демек, құрылыстың сапасы керемет, туризм дамып жатыр. Енді романға келгенде, мен солардың қорға жазып рұқсат сұрадым. Осылай, мен жолдасымның көп томдығын шығарып жатырмын, рұқсат бересіз ба? Романын Қазақстанда қазақ тілінде басып шығарады. Сонда олардың айтқаны былай, оның сұраған былай болды. Біздің жазушымыздың аты Мұқабада Тұран. Сосын мен айтым, жоқ, ол Таласбек Әсемқұлов шығармалар 8-ші том деп. Мұқабада былай болады, бірақ әрине іште Иво Андрич. Жоқ, олай болса, қысқасы ұзақ жаздық хат. Бірақ ол өзінікінде тұрды. Жоқ, біздің қалайтынымыз, біздің жазушымыздың аты Мұқабада тұрсын. Егер де солай оның кітабын шығаратын болсаңыз, біздің мәдениет министрлігі сізге грант береді. Баспаға грант береді. 1-2 мың евро көлемінде байып кететін ақша емес. Дегенмен баспахананың шығындарын жабуға, көбін жабуға жарайтын ақша. Қандай мен сізден ақша сұрамаймын, бізге рұқсат берсеңіз деп қанша жазсам да өзімнікінде тұрды. Сонда қараңызшы, ақыры мен де көндім. Енді шығармалар қысқаратын болды, 10 том емес, 9 том болатын болды. Сонымен, бірақ бір баспамен, Степевор деген баспамен келісімге отырдым. Олар министрлікке хат жазады. Өйткені министрлік тек баспамен жұмыс істейді, беделді баспамен жұмыс істеп, баспа қағаздарды дайындап министрлікке жібереді. Сосын отчет, есеп қисап бәрін сол баспа береді министрлік. Сербтер, сонда сербтер қараңызшы, 1-2 мың евро беріп, олардың жазушы классиктің кітабы Қазақстанда шығады екен. Қазақтар оны оқиды екен. Олар басын қатырмайды. Қазақтар оны дұрыс аударып жатыр ма, қазақ тілі қандай, еш нәрсе, ол таратылып жатыр ма, сатылып жатыр ма, олардың шаруасы жоқ. 1000 евроға олардың кітабын мәдениеті насихатталып жатыр, тарихы Қазақстанда насихатталып жатыр. Және біздің қазақ оқырмандар сол романды оқып, сол Балқан жаққа жолы түссе, сол қалаға барып, туризмді дамытасы жерді. Ал бізге келгенде жағдай мүлде басқаша. Біз миллиондап, триллиондап ақша шашамыз.
қазақ әдебиетін шетелде танытайық, қазақ музыкасын шетелде танытайық деп. Сосын кешіріңіз, жазушылар одағы жиналып, өздері шешеді тізім, қай кітаптар, қай жазушылар аударылады. Ол жазушылардың шығармашылығы шетелде керек па, керек емес па, қызық бола ма, жоқ па, ондайды ойламайды. Жай өзіміз шешеміз да ондай нәрселерді, өзара. Сосын анау шетелде баспа іздейміз, аудармаш іздейміз, соларға көп ақша төлейміз. Ол баспагерлерді бұл жаққа алып келіп қыдыртамыз, соларға қазақ мәдениетін түсіндіреміз деп әлем боламыз. Содан кейін кітаптар шығады, ол кітаптар қалай шықты, осыдан бірнеше жыл бұрын дау-дамай болды, өткен бір жазушымыздың кітабы испан тіліне аударылған, ол Google аударма болып шықты. Қанша қағаз алынды, қанша тексерілді, коррупция болмасын деп бәрін заң бойынша жасағанды, бәрібір ол Google Translate. Өйткені қазақтар қайдан біледі ол испан тілінің сапасын біз тексере алмаймыз ғой. Ақыры сол кітаптар қайда жатады? Олар шетелдегі біздің елшіліктерде шағын басып жата береді сол кітаптар. Көрдіңіз ба? Ал серіктердің жүйесі мүлде басқа, ол көп ақша шашпайды, кітап жетеді. Өйткені біз оны 1000 евроға шығарғаннан кейін ары қарай сатып, біздің оқырманға ол роман қызық болатынына сенімдіміз. Біз оны сатамыз, таратамыз, әйтеуір қаламақ сол жерден, шығындарымызды сол жерден жабамыз. Шағын ғана олардың көмегі бізге түрткі болады. Кітап бөлек кітап шығар. Сол мен үне бойы осыдан 20 жыл бұрын мәжілісте мәдениет саласында заңнамалық дайындалып жатқанда, жаңа сол кезде осыны айттым, қазір де айтып отырмын. Біздің мәдениетті қолдау жүйеміз совет заманынан келе жатыр. Совет үкіметінің өзінің мақсат мүддесі болды. Совет идеологияны халыққа тарату, бөтен совет идеологияға бөтен идеялар халыққа жетпесін деген мақсат болды. Соның үшін бүкіл жазушылар, совет үлгімен, совет бағытта жазатын жазушылар бәрін, артист, композитор бәрін асырап отырды совет үкіметі, шығынға қарамай. Енді қазіргі заманға келейік. Бізде сол жүйе сақталғанда, көп кезде мен біздің мәдениет саламызға қарасам, біз бір отбасы болады ғой, ақмақтау әке-шешесі бар. Олар кейбір балалар бесікке бөлейді. Бөлеп тастап, емізе береді. Ол бала 20 жасқа келді ма, 30-50 жасқа келді ма, ол бесікке жатқан жер жылы, құрғақ, сүті дайын. Ол сол бесікте жатып қалай дамиды? Ол дамай алмайды, ол жата береді бесікте. Ал кейбір бала аштан іші бұралып, өспей қалады. Өйткені тек қана күн көріспен, әйтеуір бір жерде бір нәрседен тауып, жұлмалап жеп, сонымен өспей қалады. Біздің де мәдениетіміз қазір дәл сондай жағдайда. Кейбір ұжымдар, кейбір адамдар, әйтеуір бір амал тауып, үкіметтен, я бұрыннан совет заман келе жатқан ұжымдар, үкіметтен толық қолдау табады. Олар көрермен мен оқырманның көңілін табу, соларға жасап жатқан жеткізу деген ойда жоқ. Өйткені дайын, бюджет дайын, әрдайым. Олардың бір ғана міндеті сол чиновниктермен тіл табысып жүру, солардан қол үзбеу. А басқа болашағы бар, қабілеті бар, күш-қуаты бойына симай жатқан адамдар қиналып жүреді. Сол әйтеуір бір жерден бір нәрсе тауып, өмірін жалғап, бала-шағасын асырап, қалған уақытта бір әрекет жасап, бір нәрсе жасайды, әйтеуір бір кітабыңды шығарады, бір жерде өлеңім шықты, ол өлеңге қаламақ төлеп та жатқан жоқ. Сондайды өмір кешеді. Я бір ансамбль, егер мысалы заманауи музыканың ансамблі, олар да сондай күйде. Мысалы шетел оларды мойындайды, біздегі олардың өзінің тыңдарманы бар. Бірақ олар жақында шыққан, жақында болғанда 10 жыл бұрын жасақталған ансамбль өз бетінше жағдай жасап, бір жерден
концерт залын жалдап, шағын концерт, сол жерде анда-санда концертін өткізеді. Кейбір залдар бос тұрады, мынандай зәулім ғимарат, 2 күнде бір концерт, аптасына бір концерт. Жағдайымыз сондай. Сонда мен әсіресе мен өзім білетін сала кітап шығару, саланың жағдайы сондай. Сонда мен кейбір баспалар, олар сол совет заманда министрліктен тапсырма алады, кітап шығарады, кітапханаларға таратады, қалған азмазын сатады. Болды, ол кітап қызық па, қызық емес па, кітапханада ол кітапты оқып жатқан біреу бар ма, бәрі тұрып кеткен, ақша беріп тұрған, тапсырма беріп тұрған ол өкімет. Кейбір соңғы жылдар, 2 жылдан бері тәуелсіз баспалар бізде шығып жатыр. Олар өздері мысалы шетелден құқық сатып алады, шетел авторын. Сосын шығаратын болса, аудармаға ақша төлейді, сосын оны басады, сосын оны сатып жүреді, жарнамалайды, ешқандай көмек жоқ. Көрдіңіз ба? Оларға анау баспалар алып жатқан сәл ғана көмегін берсе, олар алып кететін еді. Мен мысалы өзімнің жазған диссертациямды менің марқұм болып кеткен профессор 25 жыл бұрын, 25 жасында жазды. Бұл кітап бізде шығу керек, шет тілдерде шығу керек. Мен оны 47 жасқа келгенде спонсор, кездескен спонсордың көмегімен шығардым. Мысалы, балаларға арналған кітабымызды 16 жыл бұрын жаздық. Шытырман оқиғалар, қазақ мифология, мәдениет тілін насихаттайтын орыс тілді балаларға. Сонда 8 жыл бармаған баспамыз жоқ. Пәленбай министрге де достарын тұрғызды. Апарамын, насихаттаймын, жоқ бізге ол керек емес. Сонымен ақыры тағы да бір жекеменшік спонсор тауып, соның арқасында шықты кітап. Қазір мысалы Америкада ең ірі баспада ағылшын тіліне аударылып шығып жатыр. Біздің жағдайымыз сондай. Сол, мен талай министрлерге айттым. Біздің кітап шығару саласында бәріне көмек тең болсын. Мысалы, салық алып тастасын. Әйтпесе, баспа салық төлейді, баспахана төлейді, кітап дүкен төлейді. Мен автор үйде отырып, салық инспекция маған қазір хабарласып, шотымды бұғаттап тастай ма деп алаңдап отырамын. Көрдіңіз ба? Ал бұл салада салық алып тастаса, бағасы түседі кітаптардың. Сонда бізге бюджет болады, біз алаңдамаймыз. Басқа да тәсілдер бар. Мысалы, мынау Сербия сияқты да тәсіл жасауға болады. Демек, бүкіл шығармашылық адамдар, бүкіл ұжымдар үкіметтен күн көріске жететін әйтеуір бір ақша алады, көмек алады, ары қарай өз бетінше қимылдай, көрермен, оқырманның тілін тауып, тыңдарман тілін тауып, ары қарай алып кетеді. Сонда тыңдармандар, көрермендер де қызық нәрсе жасайды. Соңғы айтатын нәрсе, мысалы шетелдерде, көп елдерде мынандай нәрсе бар. Мектеп жастағы балалар, студент жастар, қысқасы жастарда карточка болады, пластик карточка болады. Ол пластик карточкаға үкімет ақша аударып отырады да, бірақ ол ақшаны тек қана музейге кірсе, концертке кірсе, я кітап сатып алсаң ғана ол ақшамен пайдаланасың. Концертке кірмесең, ол ақша күйіп кетеді, үкіметке кері қайтады. Сонда ол бір жағы жастарды баулиды, өнерге баулиды, олар барады, оқиды. Сонымен қоса шығармашылық ұжымдарға да көмек. Өйткені ақшасында қаражат бар, адамдар